Сәлеметсіңдер ме менің кішкентай достарым. Бүгін мен сендерге тағы да арам түлкі жайында ертегі айтып бермекпін. Ертедегі заманда түлкі, құлан, сауысқан үшеуі дос болып, жолдас болады. Бір-біріне жамандық ойламасқа ант етіп, шарттасады. Сөйтіп жүргенде бір күні құлан тұзаққа түсіп, шар құрып, босана алмай өлемін-ау деп қорқып, түлкі мен сауысқанға: «Достарым, қол ұштарыңды беріңдер» деп жалынады. Жалтақ-жалтақ қарап жылаған соң, түлкі тұзақты қимақ үшін құланның қасына таман келеді. «Осы өлсе, етін жеймін, тұзақшы сойса, шек қарындарын тастайды ғой. Мұның достығына маған еті тәтті ғой» деп қайтадан арамды ойлап, бір бұтаға барып, құланның өлгенін байқап, бұғып жата береді. Сауысқан мұны көріп, құланға келіп былайша ақыл айтады: «Құлан досым, менің тұзақ жібін қиятын қуатым жоқ. Өзің білесің, мына түлкі түсімен шайнаса еді, ол сенің достығыңнан етігіңді тәтті көріп, анау жерде жатыр. Енді бір ақыл айтайын, осы тұзақты салған адам келгенде шынымен өлгендей болып, қимылдамай сіресіп жатып қал. Тұзақшы сені бауыздарда тұзақты мойныңнан босатады. Сонда тұра қашсаң, қолымен ұстай алмай қалады, құтылып кетесің» дейді. Құлан мұны ақыл көріп, айтқандай сіресіп жатады. Тұзақшы келіп көріп, арам өліп жатқан екен деп, пышағын қолына алып, тұзақты ағытып қалғанда, құлан жұлқына тұра қашады. Тұзақшы апыр-топыр ойбай салып, мойындағы мылтығын жұлып алып, құланның кеткен жағына қарай мылтығын басып қалады. Құлан түлкі жатқан жаққа қашады. Құлан ұзап кетіп, мылтықтың оғы бұтаның түбінде бұғып жатқан түлкіге тиіп, өкпесінен оқ өтіп, түлкінің жаны шығып, құйрығы көтеріліп бұлаң етеді. Тұзақшыға түлкі олжа болып кетіпті. Кім ойласа досқа қас, басына сиыр тас деген осы екен. Мінекей кішкентай достарым, достыққа сендер қашанда адал боласыңдар деп ойлаймын. Қайырлы түн тілеймін сендерге.